Сәлем достар, сіздермен бірге Оңай каналы. Бүгін біз сіздермен өте қызықты тақырыппен бөлісетін боламыз. Ол телефон тәуелділігінен құтылудың 7 тәсілі. Ал кеттік достар. Телефоныңызды 1 минутқа да қолыңыздан тастай алмай, қайта-қайта хабарламаларды тексере беретін болдыңыз ба? Бұл видеода осы дерттен арылуға көмектесетін 7 лайфхак туралы айтып бермекпіз. Біріншісі, сағат тағып жүріңіз. Сағат қанша болғанын көре салайын. Телефон экранына бір үңіліп қалудың көп айтылатын сылтауларының бірі. Десек те, бұған көп уақыт жұмсалады. Өйткені, зейін жаңа келген хабарландыруларға аударыла береді. Соңғы кездері жүргізілген зерттеулерге қарағанда, қолына сағат тағып жүретін кісілердің көңілі смартфондарға 1,5 есе аз аударылады екен. Екінші, классикалық оятарды, яғни будильник пайдаланыңыз. Адамдар смартфондарын оятар ретінде пайдалануы жиі болып тұрады. Алайда, бұл өте жаман қателік. Таңертең төсектен тұру үшін телефонның орнына дәстүрлі оятарды қолданыңыз. Осылай істесеңіз, сіздің тағы бір рет поштаңызды немесе Facebook пен Instagram'ды тексеріп тастайтын мүмкіндігіңіз болмайды. Үшінші, үнсіз режимді пайдаланыңыз. Жұмыс кезінде немесе сабақта отырғанда смартфонды үнсіз режимге қойған немесе құрылғыны өшіріп тастаған дұрыс. Осылай болса, сіз тезірек жұмыс қалпына түсіп, маңызды міндеттерді тиімдірек атқара аласыз. Төртінші лайфхак, смартфонсыз аумақ құрыңыз. Гаджет тәуелділігіне қарсы смартфонсыз аумақ деген нәрсе аса пайдалы. Үйіңізде ұялы телефонды пайдалануға болмайтын бөлмені сайлаңыз. Бұл, мысалы жатын бөлмесінде смартфондарды асыра пайдаланбауға мүмкіндік береді. Бесінші, қажеті жоқ аккаунттарыңыздың көзін құртыңыз. Қазіргі заманда әлеуметтік желілердің санына жетіп болмайсың. Бірақ сіз солардың барлығында болуға тиістісіз бе? Әрине жоқ. Көп болғаны жақсы деген сөз емес деген ережеге бойұсынып, әлеуметтік желілерден қажеті шамалы және пайдаланылып жүрмеген аккаунттарды өшіріп тастаңыз. Осылайша, сіз көңіліңізді алаңдататын хабарламалардың санын азайтасыз. Алтыншы, 2 минут сайын смартфоныңызды тексеруді қойыңыз. Смартфон діріл қаққандай болды ма? Жай-күй индикаторы жыпылықтап тұр ма? Көпшілігіміз телефонымыздың әрбір хабарламасын тезірек оқып, жауап беруге тырысып тұрамыз. Смартфоныңыздың экранына әр 2 минут сайын көз сала бергенше, оны сирегірек, бірақ ұзағырақ пайдаланып тұрыңыз. Осылай еткенде, сіз барлық хабарламаларға жауап беруге және барлық хабарландыруларды тексеруге үлгеріп отырасыз. Тіпті таймер қойып қоюға да болады. Уақыт біткен кезде келесі сеансқа дейін телефонға жоламайсыз. Және де достар, соңғы лайфхак, гаджеттерді күнделікті өмірде қолдану уақытын шектеңіз. Смартфондар өміріміздің өте маңызды бөлшегі болып алды. Ақылды телефонның көмегі арқылы дүкендерде ақша төлеуге, пойызға немесе ұшаққа билеттер алуға болады. Тәуелділіктен арылу үшін олсыз оп-оңай амалдауға болатын салаларда смартфонды пайдалануды азайтқан жөн болады. Классикалық әдістерді еске алыңыз. Билеттерді басып шығарып алыңыз. Зат сатып алған кезде қолма-қол ақшаға алуға тырысыңыз, немесе карта арқылы төленіз. Осымен достар, айтылған 7 лайфхак сізге пайдалы болады деген ойдамыз. Және тағы бір қосып айта кететін жағдай, смартфоннан басы бүтін құтылудың қатал, бірақ өте тиімді жолы бар. Егер айтылған кеңестердің еш қайсысы қолайыңызға жақпаса, мына әдісті қолданып көріңіз.
Иә достар, бұл біздің ойымызша да ең тиімді әдіс болар еді. Осымен бүгінгі видеомыз өз соңына жетті. Сіздерге бүгінгі видео пайдалы болды деп ойлаймыз. Видеомызға лайк басып, каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Оңай каналы.